ұйықтамайтындар емеспіз. Арымыз таза. Үйімізге бір чай ішіп жылдымауға болады ма? Жолдан келе жатыр. Хотели ночевать у вас дома. Почему? На улице остались. На улице остались. Я сам везде живу. Ой, ренжімеңіз, күйеуіміз жұмыстағыңыз келген жоқ. Қалай неге? Мүлде танымайтын келесіп қоламыса керек. Қазақта енді мысалға... Ой, о заман өтіп болды. Қазір ондайды маған айтудың керегі жоқ. Адам бір емес пе? Адамдар өзгерді. Жоқ, адам ниеті өзгерді, иә. Адамның ниеті ғана бұл. Иә. Болды. Ренжімеңіздер. Сіздердің үйлеріңізге құдай қонақ болып кіруімізге бола ма? Жоқ, болмайды. Неліктен? Өкінішті кіруге болмайды дейді. Сізді әне жерде камера түсіріп тұр. Yok, не қойды, болмайды. Әне қара камера түсіріп. Үйіңізге кіргізгеніңізге, құдай қонақты төбеңізге шығарып сыйлағаныңызға мың алғыс. Алла тағала жар болсын. Мен өзім саясатқа өте мықтымын, сақпын. 20 мың террорист келсе дедім, Қазақстан 2 сағатта басып отырады. Мүмкін емес ол дедім, 20 мың террорист. Болмайды бұл. Жоқ, бұл ұят болатын ештеңе жоқ. Бұл бағдарламаның шарты сондай. Бұл құдай қонақты дәріптеу мақсатымыз. Сіз сияқты кеңпейіл азаматтар аз. Сіз үйіңізге кіргізіп отырсыз бізді. Тіліміз шала жансыр, салт дәстүріміз ұйқылы ояу. Ал дініміз өгей баланың күйін кешіп отырғанын көргенде күпті боласың. Армысыздар, сіздермен бірге журналист Жылқышыбай, бұл Құдай қонақ бағдарламасы. Ата салтты жаңғыртпақ ниетте дәл қазір Алматы қаласы Жетісу ауданында тұрмын. Негізгі мақсатым кез келген үйдің есігін қағып, Құдай қонақ болу. Егерде үй иесі менің көкірегімнен итеріп, мен ешқандай салттарыңды мойындамайым дейтін болса, ешкімге өкпем жоқ. Ал егер үйіне кіргізіп, төрлет айналайын, біздің бүгін қонағымыз бол десе, онда ол үйге қомақты қаражатты тапсырып кетемін. Ендеше бірге тамашалайық, жалпы алматылықтар Құдай қонағын сыйлай ма, әлде сыйламай ма? Бізбен бірге болыңыздар. Қонағын құдайындай сыйлап, жылы жұмсағын беріп, күтіп алу, ол қазақ халқының қанына сіңген нәрсе екенін ешкім жоққа шығармайды. Жалпы қазір сағат міне 8 кешкі 15. Өз басым мына бір үлкен бір дүңкиген үйге кіріп көргім келіп отыр. Енді жалпы бұл кісілер қалай қабылдайды екен, не дейді екен, мен өзіме қызық. Кіргізсе оны көреміз, кіргізбесе онда жалпы өкпеміз жоқ. Атла осы үйге кіріп көрейік. Есік алдында сотқа тұр екен. Қазір мынау экраны өшеді, түсіре береді да бірақшы. Өшеді? Экраны өшеді да, сол көрінді өшеді. Болды, өшті, мынау түсіріп жатыр. Байлар есігін ашпайтын сияқты. Қарабайым. Үйді көрейік. Сельская 98 дейді. Көшесі тұрады екен. Кішкентай балалардың дауысы шығып жатыр. Саламатсыз ба?
бір-екі үйден келе жатыр, үйлеріне кіргізбейді. Біз жолаушы едік, қасымда әріптесім бар. Ой, ренжімен күйеуім жұмыста әлі келген жоқ, біз алмай. Жолдасыңыз келмеді ма? Иә. 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 Шай беретін бе? Иә. Қанша баланың анасысыз? 4. 4 балаңыз бар ма? Қай жақтасыз? Жартем. Жалпы құдай қонақ дегенді білесіз бе сіз өзіңіз? Ол не болса да? Бері шығыңызшы бері. Жоқ, кішкентай балам ең біз алған едім жылайды. Жоқ, бері шығыңызшы бері. Bir ауыз сұрақ сізге. Келіңізші бері шығыңызшы. Жолдан келген қонақ. Ондай қонақ не істей керек? Жолдас болса қарсы аласыз. Қонағын құдайындай сыйлап, жылы жұмсағын беріп, күтіп жіберу қазақ халқына, дәстүріне тән қасиеттердің бірі. Бірақ бүгінде адамның мынандай шарбағының ішіне кіретін болсаң, шошып кететін жағдайға жеткеніміз өтірік емес. Дала қазағы, қала қазағы болып екіге бөлінген заманда өмір сүріп жатырмыз. Осы жағы қатты өкінішті. Бүгінгі таңда адамдар белгілі бір мүдде, есеп үшін араласатын болып кеткені қатты қабырғаға батады. Дәл қазір мен мынадай керемет бір зәулім үйдің алдында тұрмын. Енді яғни сыртқы қоршауының өзі биіктігі бір 3 метр шығар. Үй сұмдық екен. Көрейік, есікті тоқылдатып, бұл кісілер кім білет, бәлкім кіргізіп қалатын шығар. Мүмкін неге жүрсің сен? Қалай келдің, солай кет. Қазір милиция шақырам деп те айтып қалуы мүмкін. Саламатсыз ба? Аха. Біз жолаушы едік. Қасымда бізден камерадан да көріп тұрған шығарсыздар. Қасымда бауырым бар еді, Аслан деген. Сіздердің үйлеріңізге құдай қонақ болып кіруімізге бола ма? Жоқ, болмайды. Неліктен? Өкінішті, кіруге болмайды дейді. Жарайды. Онда бізге өте бір қарапайым үй керек. Өте қарапайым, мына қазақ салт дәстүрді түсінетін, құдай қонақтың не екенін түсінетін. Енді бізге ыстық тамақ беріп, қарсы алып, төсегін салып беру маңызды емес. Ең басты ниет танытып, кіріңдер айналайын үйге десе, онда шүкір тәуба дейміз. Бұлай үлгеріп тұр. Өзіміз қарапайым үйдің есігін қаққанның өзі қандай керемет, андай пиқылдататын ештеңе жоқ бар. Қақпа ашық, емін еркін, мамыражай.
Ağa! 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 Есікті ашып Что там, что надо? Ассалаумалейкум, аға. Салам. Ханзлай. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости. Какие гости? Меня зовут И? На казахском Құдай қонақ, знаете? Дальше что? Гости приезжает. Что надо? Можно к вам? Нет, нельзя. Нельзя. Вышел, где закрыл. Салаты. Енді түсінуге болады әрине, бұл кісілер ондай нәрсені көп түсіне бермейтін шығар. Вон отсюда демеген не шығар? Вон деген кет деген сөз ғой? Вышел деген шығып кет деген сөз ба? Мәдениетті түрде. Улица сельская дейді. Бұл жерге бір қазаққа бір ат бере салуға болмай ма? Бозторғай, Қарлығаш, Атбасар. Бұл төртінші үйіміз келіп тұрған. Бесінші мәле. 5. Сіздер айтқандай ойлап қалмаңыздар, бұл үлкен камерамен түсіріп жатқан жоқ. Яғни кішігірім мынандай GoPro дейді, GoProмен түсіріп жатыр. Аға! Біздің өзіміздің жалпы ата салтты түсінетін бауырларымыз тұрады осы. Аға! Квартира сияқты оңай квартираны. Аға! Хотели ночевать у вас дома. Почему?
вас сюрприз болды. Ну, у меня видишь где, Габа. Так что не могу. Не болейте. Ең басы көңіліңізге рахмет. Жақсы, ауырмаңыз қалайсыз. Өзім қуықтай жерде тұрам дейді. Әйтпесе сіздерді міндетті түрде жақсартатын едім дейді. Енді олысына да рахмет бастысы. Көңіліне де, ниетіне де. Енді өзіміз көрдік қой. Мына не деген керемет үйлерге бардық. Дәу. Сыртқа шықпақ түгілі домофонның ар жағынан қалай келдіңдер солай қайтыңдар деп айтып жатыр. Жағаң ұстайсың. Жетісу ауданының Айнабұлақтың маңында жүрміз. Қазір енді Алатау ауданына барып қайтуға тура келіп тұр. Көреміз енді амандық болса. Мен өзімнің ойымша енді нағыз қазақтардың шоғырланған жері ғой. Кезінде Заманбек Нұрқаділов ағамыз өздеріңіз жақсы білетін Өжетті, мына шаңырақтағы біраз жерлердің бәрін өзіміздің Қаракөз қазақ бауырларға таратқан еді. Енді сол жақсылықты олар ұмытқан жоқ деген ойдамын. Сол себептен қазір Құдай амандығын берсе Алатау ауданына қарай ат басын бұрудамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, боямасыз бүкпесіз дүниені мен жақсы көрем. Өзімнің таныстарыма, тамырларыма барып есігін тоқылдатып келісіп алып, қазір мен келем, мен кіргізесін деген дүниеден Құдай сақтасын. Адамнан жасырғанды Құдайдан жасыра алмаймыз, сондықтан шынайы болған дұрыс. Менің сіздердің алдарыңызда шынайы болмаса, менің де абыройым, менің де былай айтқан кезде бұл жалғанда жер басып жүрмей қойдым. Сондықтан мына бірінші үйге кіріп көрейік, бәлкім мына үйге көрейік. Үйдің сыртын қазір көріп отырмын. Қаптауға неге дұрыстап adam var mı? İskak falan. Çok kaç saat 9 oldu. Tamam. Жеті айға 82 литр. Aga! Бүгін рұқсат болса сіздің үйіңізге түнесек па деп еді. Үйіңізге қондырасыз ба? Жоқ. Неге? Неге? Қазақ түскен жаңа. Қазақша құдай қонақ деген нәрсе бар. Құдай қонақ бол. Жоқ, балалар ренжімеңіздер. Басқа тауамыздар кеш болмай тұрғанда. Болды осыны. Қалай неге? Мүлде танымайтын келісіп қонамыз деген. Қазақта енді мысалға... Ой, ол заман өтіп болды. Қазір ондайды маған айтудың керегі жоқ. Тамам бір емес пе? Адамдар өзгерді. Жоқ, адам ниеті өзгерді, иә. Адамның ниеті ғана бұл. Иә. Болды. Ренжімеңіздер, қолалыңыздар қасым. Жоқ, тамақ істеген сұрамайсың. Жоқ. Баня, душ бірдеңе. Жоқ, онда ештеме де жоқ. Көсіліңіз жеткен ме мама? Мынаның бір қазақтар ба? Әке, қалыңыз
Құдай қонақ болып келіп қалды сізге. Қазақтың басшысы. Қазақтың балаларымыз. Аман есенсіздер ме? Үй тонайтындар емеспіз. Арымыз таза. Үйімізге бір шай ішіп жылдың болды ма? Жолдан келе жүрсе. Машинамыз бұзылып қалды. Мен танымаймын, қалай не. Қазақтың баласымыз ғой. Бер жақта. Қазір сұрап көрейін. Общий жақ. Солай қарай өзінің бетіңе жақ деген сияқты. Өзінің бетіне. Ассалаумағалейкум. Маған түрі таныс ма еді? Қойыңызшы. Қазақ. Мен сізге айтайын ба, не рұқсат тұрмын? Жылқышыбай. Қателестіңіз аға. Жылқышыбай емеспіз. Кімсің? Ассалаумағалейкум. Мәди болды менің есімім. Мәдисіз ба? Есімім Мәди болды. Ой, машина бұзылып қалды мына жерде. Иә. Машина бұзылып, жаурап, ар жаурап, бер жаурап. Мына көршіңізге барды, ол кіргізбей қойды. Ана көршіңізге барды, ол кетіп жоғалды, мен ондай білмеймін ешқандай деп. Bir жылынып bir çay ішіп алсақ болады ма? Кір. Ыңғайсыз болмай ма? Болмайды. Жеңге. Не болды машинеге? Ой, машиненің мына жерде тұр бүгін. Дөңгелегі жабылып, екінші запаска жоқ. Сол запасканы балдар алып келеді. Қай жақтың қазағысың бе? Шымкенттің қай жерінесіздер? Vay жігіттер. Өзіңіз талай жолда қалдыңыз ғой маға, ә? Неше жыл машина айдадық қой. Камаз айдадыңыз не дедіңіз? Жоқ, мен жеңіл машина. Адамдарды да пейілі қиын болып кетті. Пейіл тар болып кетті, пейіл. Жағаны ұстадық қой, құдай сақтасын. Пейіл. Сен ана ютубта Нұрсейт Жылқышыбай еркін жігіт, содан алмайды ғой. Жоқ, Постоянно көріп тұрсың. қатысым жоқ көріп. Шетінен алып. Көке болып істеге ойылмаған көк кесеңізші аға. Оу. Кесеңізші. Қазір сен дайын боласың. Өзім не қылайын ғой.
Иә, айта отырмын. Өзіңіз атыңыз кім болады? Отырыңыз. Атыңыз кім болады? Төралы менің атым. Қай жақтың қазағы боласыз? Түлкібас ауданының қазағы. Қанша жыл болды көшкеніңізге? Мына өзім 2006-та қойым, сол әрім туысқандарым тұрғанбыз, ана бала шаға не болсын деп қалада тұрғанбыз. Бір жыл болды ғой. Тоғызып кеткеннен кейін ақырын жөндеп, анағын жөндеп, анағы шам болып кеткен, кішкене күн жылсын деп жатырмыз. Ана ыстық су жүргізіп, унитазды қойып, душты қойып. Берекесін берсін. Қанша баланы әкесісіз? Бір ұлы, 2 қызым бар ғой. Қазір бір қызым қазір жұмыстан келді. Екінші қызым тұрмыста, одан 2 немерем бар. Балам 24-те. Есіміңіз кім дедіңіз? Төралы. Төрелаға дедіңіз, Төрелаға мына туған, турасын айтқан туғаны да жақпайды. Мен сізге турасын айтайын. Сізді ана жерде камера түсіріп тұр. Аға, Құдай қонақты сыйлайтын шығарсыз деп, ол бұрынғы заманның әңгімесі ғой деді. Аға, бұрынғы заман болған деді, қазір жалпы заман бір адамға өзгеріп жатқан деп, ренжіме деді. Сондықтан көке, амалдың жоғынан біз қайтып кеткен жайымыз бар. Бұл жалпы Құдай қонақ деген бағдарлама. Бүгін бірінші санын біз түсіріп отырмыз. Бірінші санын бүгін түсіріп отырмыз. Сіз мына барлық қазақ халқына сәлемдемеңіз жолдап қойыңыз. Сіз звездасыз көке. Енді не дейін? Халқымыз аман болсын әйтеуір. Тыныштық болсын әйтеуір. Мына патшамыз тура болсын. Сәл туралықтан кетіп қалды. Кетіп қалды ма? Өте қатты кетті. Мысалға қай жағынан аға? Бесінші январьда былай жетіп жатыр. Қайсының? Былтыр қаңтар оқиғасы ма? Өте қатты жатыр. Былай енді көрсетпейтін жерін көрсетпесін. Былтыр мен мектепті қараладым майна уақытта. Төрті күні қызым, ол кезде қызымның машинасы бар еді. Әйелімге қызымның жұмыстан келді, кеш келді. Мынау ұстамайды дейді. Мына білмеймін былай еді. Қызымға, қызым мынау ұстамайды, анама жүрем, ой, папа. Зорға кетті, ақсайсы байлысады ғой. Үлгірмен мына қызымды шешесін алып кетеді көмектесті. Астанада бірінің бар еді, Ерғазы деген ағайында. Алыс ағайын, жақсы жігіт еді сол.
ойбай, халық 20 000 террорист кіріпті, осындай ұстамайды ғой мынау. Осындай қырғыздан бір нені ұстапты, террорист деді. Мен өзім саясатқа өте мақтанамын, сақпын. 20 000 террорист келсе дедім, Қазақстан 2 сағатта басып отыр. Мүмкін емес ол дедім, 20 000 террорист. Мүмкін емес. Ондар қолдан ұйымдастырған дедім. Көрдің бе, қырғыздың жігіті, музыкант атақты. Қалай болып шықты. Ол мүмкін емес, ол қолдан ұйымдастырған. Дұрыс. Просто бірінші Жаңаөзен көтерілді ғой. Жаңаөзеннен требовать етіп орнатқызды. 50 теңге қазір тұрды. Оның кейін не болды? Қазақы жерлер, Қазақ аудандар көтерілді. Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Жамбыл, Алматы, Талдықорған. Сіз жалпы сенесіз бе осының барлығына кінәлі Кәрім Мәсімов екеніне? Жоқ, сенбеймін. Сенбейсіз ба? Он же шестерка Назарбаева. Кто он? Ол ұйғыр. Фасон, собака, барып шапкой. Вот десең. Аға, енді өзіңізді жалпы бүгінгі чайпайдың ішінде, шайдың үстінде сөйлесеміз дейсіз ғой. Айта бер. Енді аға, қазіргі таңда өзіңіз айтып қалдыңыз, осы күнге дейін жеңіл машина айдадым, мектепте күзет қызметінде жасадым деп. Өзіңіз айлық қанша аласыз аға? Басын айтайын ба, шын айтайын? Ашығын айтыңызшы маған. Мен 45 000 теңге кесемін басын. Қазір сіз 45 000 теңге айлық аласыз? Жоқ, мен қазір жұмыс істемеймін қазір. Жұмыс істемейсіз? Мен февральда кілдім былтыр, арғы жылы. В общем, май айына дейін 45 000 теңге береміз. Bir ayda 45 000 теңге алдыңыз? Bir ayda 45 000. Мектепте? Мектепте. Охрана агентство, мектепті қаралды, мектептің қатысы жоқ. Мектеп охрана агентство ақша аударады. Сонда долларын 460-470-ге шығып кетіп отырды көтеріліп бірден. Мен де $100 да айлық алдым. Мәссаған. Тәте, ештеңеге әуре болмаңыз. Анау, тәтем сұр. Тәтем, мынандай нәрсені нағып сіз алып жатсыз? Мынау сандықтағын шығарып жатсыз мынандайды? Ой, жаным тәтем-ау, мынандай мандарин жемегелі қай заман. 45 000 теңгемен қалай күн көресіз сонда? Мен әйелім базарда қызым мен ұстап тұрды. Мысалы, мен жасым кеп қалды ғой. Мен мен қазір жұмыс жүрмін. Одан кейін бір мебельный цехта істедім, что-то дұрыс болмады. Мынадан шаршадым дедім де уже. 5 000 теңгеге айлық алып, одан кейін май айынан бастап 50 000 теңгеге көтерді. Одан кейін жазғы күні мектепте ешкім болмаған терезеден істедік жаңағы. Түнгі ғана барып істейтін болдық та. Сөйтіп 75 000 теңге алып бердік. Мынау аға, біріншіден сіз үйіңізге кіргізгеніңізге 1000 алғыс, Құдай қолдасын. Аман болыңыздар. Қашанда осы дастархандарыңыздан ас үзілмесін. Рұқсат болса жеңгемді де шақырайын. Бұл Құдай қонақ бағдарламасының шығуына тікелей атсалысқан Қазақстанға танымал ұлт жанашыры, мықты кәсіпкер Дулат Тастекеев деген азамат бар. Осы Құдай қонақ бағдарламасының жарыққа шығуына атсалысты. Бағдарламаның негізгі мақсаты келген қонақ егер үй иесі мені кіргізетін болса үйіне, дәм татқызатын болса, сол үйге берілетін менде мынаның ішінде 200 000 теңге бар. Осы 200 000 теңгенің иесі бүгін сіздерсіздер. Мынау ұят болды. Жоқ, мынау ұят емес. Мен мына ақшаны санап алыңыз, 200 000 теңге. Жанат тәте, келіңізші мұнда. Мынау сіздің, бар айттыңыз ғой, 50 000 теңгені алатын деп. Мынау сіздің 4 айлығыңыз. Мынау Құдай қолдасын. Жүз жасаңыз, ғұмырлы болыңыз. Жоқ, болмайды бұл. Жоқ, бұл ұят болатын ештеңесі жоқ. Бұл бағдарламаның шарты сондай. Бұл Құдай қонақты дәріптеу мақсатымыз. Сіз сияқты кеңпейіл азаматтар аз. Сіз үйіңізге кіргізіп отырсыз бізді. Құрметті көрермендер, біздің бағана жаңа камерамыз бар еді. Оның батарейкасы сөніп қалды. Сол себептен ағамызға мына петличканы тағып, мына камераға енді сөйлегенде өз басым жөн көріп отырмын. Құдай береміз деп поручкадан береді дейді ғой. Яу мен. Бұрын енді ұят болды, мен бұны алдым. Жоқ, алмаймын емес, бұл сіздікі. Бұл ақша сіздікі. Маған айтып отырсыз ғой аға. Кезінде осы 45 000 теңгеге жұмыс жасадық қой деп. Жасадым, оны жасырмаймын неге оны. Сіз санамаңыз көке. Жоқ, мен санамаймын. Берсеңіз дұрыс болса болды, мен қоя салайын неге. Санамаңыз көке. Обязательно санау керек. Міндетті түрде санамаңыз көке, санамаңыз. Есепте достық жоқ дейді.
Ағам ақшаны кіші санайды екен. Дұрыс қой деймін. Дұрыс па? Қанша екен? Дұрыс міне. 10 екен ғой. 200 бе екен? 200 екен. Сіздерге бұйырсын. Жүрмеден мейлінді қап. Отырып ет алсайық жаңа айтқандай. Етке рахмет, көңіліңізге рахмет аға. Ағамна енді осы өжет болсын, ұлжан болсын, шаңырақ болсын, жалпы осы жердегі жерлерді халыққа үлестіріп берген ол марқұм Заманбек Нұрғаділов еді. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Иә, білемін. Иә. Ол кісінің қандай мысалға ерліктерін сіз білесіз? Мені естім, менің ескенім шаңырақты таратып берген бірінші. Оның менің ескенім біз базарда тұрғанда қазақта руға бөлінбей болмайды бізге. Сонда Нарынқол келгеннің албандарын бәрі айтатын. Алдымызға келгеннің бәріне думанды бере берді деді. Заманбек Нұрғаділов? Заман бәріне. Онан кейін мынау Таугүл дейді ғой, Таугүл деп Саяба Жандостың ар жағында. Бірақ сол жердегілерді айтты соны. Мен естікенім, бірақ Құдай өзі кешірсін. Нұрғаділовтың алдында болған жоқ, мұны әңгімелеткен жоқ. Бірақ сонда сол жердегі жігіттер айтты, басып ала беріңдер депті қазақтарға. Мен өзім документіне, құжатын мен өзім жасап беремін депті. Сонда әңгіме естіпті менің, бірақ оны. Менің естікенім сол. Түсінікті. Аға, сіздің қолыңыз... Енді оны көзім көрген, соң қолында қарауыл болып істегендер, бар айтады, өте мәрт кісі болатын дейді ғой енді. Сондай кісі болған. Жақсы. Сіздің қолыңызға 100 миллион теңге берсе аға мысалға, неге жұмсайтын едіңіз? Бірінші алға жылжыды жаға. Әйелім саудада ғой, соны дамыту керек қой. Демек, жеңгемнің кәдімгі несін, бутиктарын дамытатын едіңіз? Соған. Бірінші өзекті. Оған қанша қаражат жұмсайтын едіңіз 100 миллион теңгені? 10 миллион теңге, мысалға, қазір үйдің шынында айтатын атыраушысы болып отыр ғой енді. Одан да қасып кету мүмкін. Түсіндіңіз ба? 100 миллион деген қазір былай қарасаңыз, сауда деген бір күнде бар, бір күнде жоқ қой. Бір күнде топ етіп түсіп қалдыңыз да мүмкін. Сол сияқты ғой. Сол сияқты. Мысалға, 3 бөлмелі үй алатын беңіз қаладан. Ол да мүмкін. Мына үйді бұзып сап қайттан үй соғатын беңіз. Сонда. Біздің тараптан басқа қандай көмек керек сізге? Жоқ керек емес. Аулаңызды қоршау керек па? Жоқ, рахмет. Айтыңыз аға. Жоқ, рахмет. Не істейік? Баня соғып берейік? Жоқ. Баняға нерде барып тұрамыз, мына іште душ бар, нерде жаңа істеп қойғанбыз. Болады ғой енді, бір любой адамдар арман болады. Үлкен телевизор алып берейік па сізге? Мұны телевизорда шынымды айтайын ба? Телевизор көруден қалдық қой да. Телефонға шыққалы бері. Жеңгеммен курортқа жіберейік па? Жоқ, рахмет. Осыған тәуба шүкір, ә? Тәуба шүкір. Тәуба. Тамаша. Барға қанағат ету керек дейсіз ғой сонда, ә? Иә. Алладан берем десе, бірақ күнде береді. Аумин десе. Көке, мен енді сізді шын ниетіммен, сіздей қазақтың азаматын құшақтап қойын тұрып, рахмет көңіліңізге. Ұят болды, ондай болмайды, артық та болды. Жоқ, көке. Көке, жүз жасаңыз. Аман болыңыз. Иә, рахмет сізге. Барлығы үшін рахмет. Ал, құрметті көрермендер, жақсы күндерде жүрсейік, аман болайық, ең бастысы іргеміз сөгілмесін, ата салтты қашанда дәріптейік, Құдай қонақ боп үйлеріңізге келіп қалсақ, көкірегімізден итермеңіздер. Бұл біздің атадан балаға мирас болған салт дәстүріміз екенін ұмытпаңыздар. Ал өзіңізге көп алғыс, аға, рахмет. Осындай үлкен басыңыз дейіп, ықылас танытып, шай беріп атыз. Көп рахмет. Енді жақсы күндерде жүрсейік. Тойда жүрскенше көке. Сыртқа.
сыртқа шығарасыз болды қуып жатсыз ба бізді кетейік болды ма қуып жатсыз ғой обязательно шығарып салу керек енді бірақ енді қайдам отырамын десең отыр енді кетіңдер десе біз ұйықтаймыз десе болды мысалға журналистсіз ғой сіз бірақ әр жердің өзінің менталитеті болады сіздікі южный менталитет тістеп алу өте күшті дамыған сондай ма тістеп ма болды рахмет көке кетейік онда болды рахмет жақсы онда тәте сізге көп рахмет аман болыңыздар